Өмірінде бір ретте болса Байқоңыр туралы естімеген адам әлемде жоқ шығар. Байқоңыр планетамыздағы ең алғашқы ғарыш айлағы және бүгінде ол әлемдегі ең үлкен ғарыш кешені болып саналады. Жерден ұшырылатын ғарыш кемелерінің 4-тен бірі Байқоңырдан ұшырылады. 1955 жылы Төретам кентінің жанынан ғарыш айлағының құрылысы басталды. Бір қызығы, бастапқыда ғарыш айлағының аты Байқоңыр болмаған. Жобаның аты Тайга болған және ол құпия түрде жүзеге асырылған. Батыс барлау қызметтерінің назарын басқа жаққа аудару үшін Төретамнан 400-дей шақырым жерде орналасқан Байқоңыр ауылының жанынан жалған ғарыш айлағын сала бастаған. Бірнеше жыл бойы ғарыш саласына байланысты барлық құжаттарда сол Байқоңыр ауылы аталып келген. Біртіндеп шынайы ғарыш айлағының құпиялығы алынып тасталды. Алайда жобаның конспирологиялық атауына көпшілік бой үйретіп қалған болатын. Осылайша Тайга атауы Байқоңырға айналып кетті. Айтпақшы, бұл Гагарин ұшқаннан кейін болған. 1957 жылдың 4 қазан күні Байқоңырдан жердің алғашқы жасанды серігі ұшырылды. Жер серігінің атауы Спутник 1 болды. Оны кеңестік конструктор Сергей Павлович Королев жасап шыққан. Спутник 1 диаметр жарты метрлік сфера пішіндес болған және антенналар мен радио қабылдағыштардан тұрған. Спутник сигнал таратып, жерді 1440 рет айналған. Сосын атмосфераның тығыз қабаттарында жанып кеткен. Ал 3 жылдан кейін Байқоңырдан 5-ші жер серігі ұшырылды. Бұл жолы жер серікте жолаушылар болған еді. 1960 жылдың 19 тамызында Белка мен Стрелка өздерінің атақты ғарышқа сапарын жасады. Иттер бір тәуліктен аса уақыт ғарышта болып, салмақсыздықты да бастарынан өткізіп, жерге аман-есен оралған болатын. Белка және Стрелка қарапайым көше иттер болған, ал кейін олар әлемдік танымалдыққа ие болды. Әрине, адамзаттың ғарышты бағындырудағы ең маңызды қадамы 1961 жылдың 12 сәуірінде жасалды. Дәл сол күні Байқоңыр ғарыш айлағынан бортында Юрий Алексеевич Гагарин бар Восток кемесі ұшырылды. Аталмыш старт қатаң құпиялылықпен жасалды. Юрий Гагарин космоста шамамен 2 күндей болып қайтып оралады. Тек осыдан кейін ғана әлемнің телеканалдары хроника кадрларын көрсете бастады. Ғарышқа ұшқан алғашқы адамның құрметіне 12 сәуір космонавтика күні болып аталып келеді. Сол кезден бері Байқоңырдан 5000-нан аса түрлі старттар жасалды. Әлемдегі ең үлкен ғарыш айлағы қалай ұйымдастырылған? Байқоңыр бұл көптеген күрделі құрылыстардан тұратын гиганттық кешен. Бұл бұлайша айтқанда кәдімгі бір тұтас қала. Байқоңырдың ауданы 6717 шаршы шақырымды құрайды. Оның аумағындағы көлік жолдарының ұзындығы 1000, ал темір жолдың ұзындығы шамамен 500 шақырым. Кешеннің ұшақтарды қондыруға арналған 2 жеке аэродромы бар. Мынау ғарыш айлағының картасы. Оның дәл ортасында нөмірі 1 алаң орналасқан. Бұл сол атақты Гагариндік старт. Бүгінде де ол жұмыс істейді. 2015 жылы 2 қыркүйек күні нөмірі 1 алаңнан Союз жолаушы кемесінің мерейтойлы 500-ші ұшуы жүзеге асырылды. Экипаж мүшелерінің ішінде біздің отандасымыз Қазақстан азаматы Айдын Айымбетов те болды. Барлығы Байқоңырда түрлі зымырандар, яғни зымыран деп серіктер мен кемелерді ғарышқа көтеретін аппараттар аталады. Және зымыран тасығыштарға арналған 9 старттық кешен бар. Бүгінгі күні олардың ішіндегі ең танымалылары Союз және Протон. Старттық кешендерден бөлек Байқоңырда көптеген монтажды сынаушы корпустар бар. Бұл зымырандарды жинайтын, сынайтын және стартқа дайындайтын гиганттық ангарлар. Ғарыш айлағында зымыранға арналған жанармай станциялары да бар. Байқоңырда 10.000-нан аса қызметкер жұмыс істейді. Олардың барлығы 30 шақырым қалашықта орналасқан бір қалада өмір сүреді. Ғарыш айлағы секілді қаланың да аты бірнеше рет Заря, Звездоград, Ленинский болып ауыстырылып, тек 1995 жылы ғана қалаға Байқоңыр аты берілді. Қалада шамамен 70.000-дай адам өмір сүреді. Олар ғарыш айлағында жұмыс істейтіндердің отбасылары. Олардың жартысынан көбі Қазақстан азаматтары. Байқоңыр қаласында мектептер, ауруханалар, балабақшалар, техникумдар және жоғары оқу орындары бар. Мұнда тіпті қонақ үйлер де бар. Себебі бұл жерде туризм жақсы дамыған. Әлемнің түкпір-түкпірінен Байқоңырға келіп, шынайы ғарыш аппаратын өз көздерімен көргісі келетіндер өте көп.
Бүгінде ғарыш айлағы Қазақстан Республикасының меншігі болып саналады. Алайда оны Ресей 2050 жылға дейін жалға алған. Әрине, әлемде үлкен, заманауи мықты ғарыш айлақтары жетерлік. Алайда тек Байқоңырдан ғана орбитаға ғарыш станцияларының экипаждары ұшырылады. Байқоңыр осыдан жарты ғасыр бұрын салынса да, әлі күнге дейін барша адамзаттың ғарышқа арналған ең негізгі есігі болып қала беруде.